Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын жусай қосылған ханым дайындайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Толық граммдарын мөлшерін төменге жазып қалдырамын. Ең алдымен қамырын илеу үшін ыдысымызға 2 пиала салқын су құямыз. Және де 2 шай қасық тұз салып, тұзы ерігенше араластырамыз. Үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды 2-ге, 3-ге бөліп салып отырып илейміз. Осылайынан орташа тығыздықта илеп шығамыз. Қамырымыздың бетін пленкамен немесе пакетпен жауып тындырамыз. Оға дейін біз салмасын дайындаймыз. Пиязымызды 2-ге бөліп майдалап тураймыз. Картопты да жұқа етіп, кубиктап турап шығамыз. Ыдысымызға туралғанын бәрін біртіндеп сала береміз. Және жарты килограмм фаршымызды саламыз. Жусайымызды да алып, жуып, тураймыз. Ыдысымызға барлық ингредиенттерді салып, араластырып шығамыз. Және қалағаныңызша тұз бұрыш салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бетін пленкамен жауып қоямыз. Содан соң қамырымызды жаюға кірісеміз. Үстелімізге ұнымызды сеуіп, қамырымызды ыдысымыздан шығарып аламыз. Және бірнеше бөлікке бөліп, алдымен қолымызбен, содан кейін оқтаумен жаямыз. Осындай жұп-жұқа етіп жайылған қамырымызды сұйық маймен жұқалап майлап шығамыз. Қанған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бөлмей жасасаңыздар да жақсы шығады. Жаңа дайындап қойған салмамызды бір келкі қылып салып шығамыз. Және қамырымызды ораймыз. Алдын ала майланған мантоваркімізге салып бетін майлап шығамыз. Алдын ала қамырым мантоварканың астына су құйып қайнатып қоямыз. 45 минут күтеміз. Осылай пісіп шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Жусаймен ханымымыз өте дәмді болып шықты. Отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.